Рука қалың қалай? Қонақ болып келіп қалыпсың? Сен рахмет. Не айтарың бар бүгін енді? Ештеңе жоқ, білмеймін, спонтанно ортаға шығатын болдық. Қазір еді сұрақ қойғанша жауап береміз ғой. Өте керемет әнмен шықтың. Рахмет, көп. Қырғыз халқы постоянно өстіп қолдап тұрғаннан кейін неге осылай қырғыз еліне осылай әнді паш етпеске деп анам маған айтып жатады, қырғызша соны сөйлейсің, акцентсіз деп. Анам маған қырғызша ырдаған жағады да, ырдаған жарашады. Нұрсұлтан, болашақта әйелің сенен жоғары жалақы табатын болса, көзқарасың қалай болады? Если әйелі менен жоғары жалақы табатын жақсы болады. Яғни сен самооценкаң түсіп қалмайды ол нәрсеге. Бір жерін анда бір еркекте болады, ой, мен одан да жоғары табу керек, әйелім тауып қой деген сияқты. Наоборот, қолдаймын, молодец, күшті, потому что сенің жеткен жетістіктерің, оқыған білімдерің өзіңе қазір жеңіс болады, өзіңе қуат болады деген сияқты. Әр әйел адам мысалы қалай айтсам чувствер болып негізінде ше. Өзің намысыңа тиеді деп ойламайсың ба? Не үшін ойлаймын? Мен одан да жоғары табамын. Айжан, отбасы болғанда өмір сүру үшін күйеуің қанша жалақыда болу керек? Жаңағы Даринаның сөзіне қатты наразымын. Отырып алып әркімге қолын сұқтанып бүйтіп, андаған келсек, мынаған келсек бүйтіп айтпай ақ қойсын вообще. Кто она такая деп айтқым келіп тұр да. Мен өз өмірімді өзім решить етсем, каждый раз біреудің өміріне анда басын сұғып, не мұрнын сұғып сөйтіп жүреді да. На самом деле мен ондай нәрсеге келіспеймін. Мен Айжанның айтқанымен келісемін. Өйткені мен де болашаққа қарайтын адам, ертеңгі күнде менің балаларым өсіп келе жатса, барлық қаражатты, тұрмыстық жағдайдың бәрін бәрін ер адам шешіп отыру керек, ақшаны кәдімгідей қырып табу керек деп айтқым келіп тұр. Өйткені болашақтың бәрі негізі барлығы ақшаға қарайды ғой. Сондықтан сол жақты мен қолдаймын. Даринаға вообще сөзім жоқ. Ешкімге айтпай ақ қойсын. Айжан, туған күніңмен өте әдемі ән айтып шықтың, даусың да керемет екен. Бүгінгі эфирге не айтарың бар енді? Мен просто айтқым келіп тұр, барлықтарына көп рахмет, особенно өзімнің отбасыма. Олар білет маған не керектігін, қаржылай маған сыйлық жіберген болатын, өте крупный суммада. Көп рахмет айтқым келеді. Ал Айжан, бүгін туған күнің деп жаңа үміткер келіп жатыр екен. Махаббат, мен шыны керек қуанышты болып отырмын. Мен бүгін шыны керек 32 жасым ерекше өтіп жатыр, айтып жатырмын. Бағанда айтып кеттім, прям бүкіл вниманияны өзіме алып жатырмын. Соңғы үміткерім болса екен, маған махаббат жетіспей жүр, махаббат көрсеткім келеді. Айжанның қаншалықты нәзік бола алатынын көрсеткім келеді. Үміткер келгеніне қуаныштымын. Айжанға келгенін сезіп отқанмын, өйткені сразу туған күніне сюрприз ретінде кәдімгідей сезгендей болды. Үміткер келді, күтеміз енді. Өзіңе де күтесің. Өзіме де күтемін. Барлықтарыңызға қайырлы күн, Сезім бағының тұрақты көрермендері. Бүгін сенбі күшті қызықты ойындар болады. 14:00-де НТК арнасына қосып қойыңыздар. Және де ертең 8 наурыз барлық қыз келіншектерді мейрамдармен құттықтаймын. Алтанат, келіп қапсың. Таңаттан сәлем, барша Сезім бағының көрермендері. Қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Келіп жеткен халықаралық мейрамдарыңызбен құттықтаймын, қыздар. Сіздер болмасаңыздар, біздің шашымыз түспейді ғой. Сондықтан да келіңіздер, үміткер болып, және де Сезім бағын өткізіп алыңыздар. 12:00-де емес, 14:00-де. Ал барша аруларды келе жатқан мейраммен құттықтаймыз. Барша арулардың құрметіне, ханшайымдардың құрметіне. Жаныңа салып сенім байқамаймын, сүйемін деп тесере қайталаймын. Қасымда жүрген соң биіктігіңді де көп байқамаймын. Жетірейді қойын, соқтырса да қатал күндер ызғарын. Қабағыңды маған үлде бұзбадың. Жүзікпен емеспіз, жүректерімізбен біргеміз жаным. Ханшайымым-ау, жүрегімменен ошағымның иесі, шаңырағыммен шаттығымның киесі. Ыстық сезіммен үнсіз ғана сүйесің. Ханшайымым-ау, бағымның менің жалғыз өзің еселер, бағымның гүлі болып бақыт кеше бер. Бірлік қалың қалай? Жақсы, шүкір, өздеріңіз қалайсыздар. Құрметті НТК арнасының тұрақты да сүйікті көрермендері, және де бізді көретін жалпы 80% әйелдер қауымы, барлықтарын халықаралық әйелдер күнімен, қыз келіншектер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Отбасыларыңызға амандық, саулық, бақыт, дәулетті, берекелі болып жүре беріңіздер. Әрдайым қасымызда әдемі болып, көңіл күй сыйлап, өрісімізді кеңейтіп, негізі қазақтың қыздары ең керемет, ең әдемі деп айтып келеді. Құлпырып, көктемнің
жаймашуақ күніндей болып жүре беріңіздер. Қыстай мықты болыңыздар, жаздай жадыраңыздар, күздей мол бай бақытты болыңыздар дегім келеді. Гитара тарта алмайтын адам. Жұлдызымда сен, көп іздейдім өзіңді мен. Махаббатым сен, жұлдызымда сен, көп іздедім өзіңді мен. Айтамын жарамазан үйіңізге. Жүз күнде жан ерген назламасын, жасыра алмай сырымдай көз қарасын. Жадырасың жанымнан өте жақын, қызыл гүлім қол жетпесің сен ғанасың. Қызыл гүлім ай, қызықтырдың ай, алтын гүлім ай, алтынсың ай. Қызыл гүлім ай, қызықтырдың ай, алтын гүлім ай, алтынсың ай. Ақ сәулем, мен де сенің жақсың болайын. Ақ сәулем, мен де сенің жақсың болайын. Ерназар, қалың қалай? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы. Енді сенің ара қатынас емес, таныстығың тоқтаған болатын. Ұнатып қалдым деп айтқан болатынсың. Енді ұмыттың ба сол қызды? Жаңа үміткер күтесің бе? Иә, біраз уақыт бойды, кішкене ойымды сараптап, біраз нетіп, түйін алып, қазіргі уақытта жаңа үміткер күтемін. Андай өшпестік махаббат деген жоқ, сезім жоқ деп айтуға болады. Сондықтан да құрметті де қадірлі сезім бағын көрермендері, қыздар қауымы, егер де маған үміткер болып келгеніңіз келсе, сіздерді күтемін. Жандос, қалыңыз қалай? Кеше көзіңізге сәл-пәл жас алып қалғаныңыз бар еді. Бүгін жағдайыңыз қалай? Жақсы бар, шығар. Қандай бар? Кейде күйзеліске түсіп кететін кездер болады. Мен сол уақыттың екінші, үшінші күн болып қалды. Мен сонда бір күйзеліске түсіп қалдым. Балап кейде жиналып қалады да мен өйтіп. Ол жерде жылап тұрған жоқ, просто ән шыққаннан кейін кішкене эмоцияға берілгенім бар. В общем, былай, барлығы дұрыс негізі. Айжан, қалың қалай? Жақсы. Үміткер келген болатын кеше. Қалай болып жатыр таныстық? Жақсы. Қазір байланыстан сөйлесіп жатырмыз. Бұйырса кездесеміз. Қысқа киген ұнамайды деген еді. Бүгін тағы қысқа. Енді өзімен айтып. Кімге ұнайтын? Қалай айтсам болады? Бәрібір негізі. Әшрақ, сәлем. Даниярмен татуластыңдар ма? Арада мәселе шешілді ме? Иә, эфирден шыққаннан кейін кеше тағы да сөйлестік, тағы да екеуміз толыққанда ашық барлығын айттық. Енді бұдан кейін не ол да, не мен де пранк жасамайтын болдық. Бірде бір болды. Осы жерден қала берсін деп ойлаймын. Комментарийде көбісі жазады екен, Ашрақта талай рет пранк жасады ғой деп. Мен бір-ақ рет жасадым, достар. Даниярды бір-ақ рет жасады. Бірде бір. Дарина, қалың қалай? Жақсы, өзің қалайсың? Жақсы, келе жатқан мерекеңмен қыздарға енді өзіңнің тартуыңды беріп жатыр екенсің. Молодец. Рахмет. Жоқ, алдын ала 8 март ертең ғой, 8 март воскресенье күнінде түседі. Сол үшін алдын ала қыздардың настроение көтеру үшін мақсатында сыйладым. Мен үшін кішкене сыйлық болса да настроение көтеруге шығар. Ал Жұлдызай, әдемі гүл шоқтары келіп жатыр екен, болашақ үміткеріңнен деп. Өте әдемі екен. Енді көрініп тұр. Несі бар, вкусы бар адам. Енді осы жерде күтемін, Құдай қаласа. Бірінші және соңғы үміткерім болса ше күшті болады. Ал Жолғас, ең көп сыйлықты сен алып жатыр екенсің. Қалай енді? Осы орайда қолдаушыларға үлкен рахмет айтқым келеді. Мен алтын жүректеріме осындай мереке кезінде жалғыз тастамай құттықтап жатқандарыңызды прям өте қатты ұнады. Гүлдерді қарасаңыздар, рахмет айтқым келеді. Мен қолдаушыларды өте қатты жақсы көремін. Көбінесе әпкелерім ақыл айтып отырады. Мынаған нетпе, мынаған бүйтпе, түзу жүр қызым деген сияқты. Мен екінші анамдай сіңілдерім бар алтындай, сондықтан ақылын айтып отыратын. Рахмет айтқым келеді. Мен сіздерді жақсы көремін. Айшырақ, енді алғаш рет қолдаушылардан сыйлық алып жатыр екенсің. Иә, мен прям шокта болып отырмын. Еще қызымды да ойлаған отырсаңызшы, қызыма деген мынандай нелер алып беріпті. Андай не ғой? Атқарайды? Сөздер үйренетін.
сосын кейін пижама қызыма кейін қызымды да ұмытып қалыпты, представляете? Көп рахмет, көп сіздерге алла разы болсын, келе жатқан мерекелеріңіз құтты болсын, күндеріңіздің әр сәті бақытқа толы болсын, махаббатқа толы болсын, ең бастысы денсаулықтарыңыз мықты болсын. Көп рахмет. Диана, болашақта күйеуің қанша жалақы табуы керек? Менен көп. Өмір сүруге қанша жетеді отбасыға? Алматы қаласында болса, егер де басында екеуміз ғана болған кезде, ойлаймын ортақ табыс 500 мыңнан жоғары болу керек. Егер де бізде жаңағыдай үй, машина өзіміздікі болмаған жағдайда снимать етсек, либо ипотекаға алсақ деген сияқты 500-ден жоғары болу керек. Бала туылған сайын уже ақырындап көтеріле беру керек. 700 миллион деген сияқты, екі бала болса уже миллионнан жоғары болу керек ортақ табыс. Егер де мен де жұмыс жасап жатсам, ол да жұмыс жасап жатса. Ерназар, егер де болашақта әйелің сенен көп табатын болса, самооценкаң түсіп қалмайды ма? Қалай ойлайсың? Жол бермеспін. Әйел менен көп тапқаны маған, честно, самооценкам өте қатты ұрады. Білмеймін, қиын жағдай, бірақ мен ондайға жол бермеспін. Айшырақ, егер де сен Даниярдан жоғары жалақы табатын болсаң, қалай болады? Енді айтады ғой, әйелдің ақшасы көп болса, еркектің басына шығады деген сияқты. Жоқ, мен ойлаймын, бізде ортақ бюджет болады. Бәрібір де бізде ортақ бюджет болады. Қайсыға неге құрсақ та бәрін бірге құртатын боламыз.